Сәлеметсіздер ме 3-ші сынып оқушылары? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңіздер. Сабағымыздың тақырыбы Райымбек бастауы. Жолдасбай Тұрлыбаев. Сабақтың мақсаты: шығарма кейіпкеріне хат, ертегі, өлең, әңгіме жазу. Мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді анықтау. Оқушылар, мәтіннің авторымен таныс болайық. Жолдасбай Тұрлыбаев 1932 жылы 3 наурызда Алматы облысы Кеген ауданының Жалаңаш ауылында дүниеге келген. 1932-1956 жылдары Шыңжаң өлкесінде тұрған. 1970 жылдан бастап проза саласында еңбектеніп келеді. Алтын тамыр атты балаларға арналған пьесасы республикалық Қуыршақ театрында қойылып жүр. Ерке-серке, балапандар, аңшының әңгімесі, тел қоңыр, семсер, баламерген деген әңгімелері, тамыз таңы, Райымбек батыр деген романдары бар. Жамбыл атындағы сыйлықтың лауреаты. Ал Райымбек батыр туралы не білеміз? Райымбек батыр кім болған? Райымбек Түкеұлы 1705 жылы қазіргі Алматы облысында дүниеге келіп, 1785 жылы дүниеден өткен. Батыр, қолбасшы. Ұлы жүз Албан ішіндегі Алжан руының Сырымбет тармағынан. Райымбек 17 жасында жоңғар басқыншыларына қарсы күресте ерлік көрсетіп, батыр атанды. Қалмақтың Бадам, Қорын, Ағанас, Секер, тағы басқа Қан, Ноян батырларын жекпе-жекте жеңіп, Қаратау өңірі мен Жетісуды жаудан азат етуге басшылық жасағандардың бірі болған. Жазушы Жолдасбай Тұрлыбаев роман. Ақын Мұқағали Мақатаев Райымбек атты поэма жазған. Алматы облысында Райымбек есімімен аталатын жер су аттары көптеп кездеседі. Торайғыр тауындағы Айырлы асуының маңында Райымбек бастауы бар. Райымбек бастауы бар. Енді оқушылар, бастау дегенді қалай түсінеміз? Мына өлең жолдарына назар аударайық. Түсініп оқып, бастау сөзінің мағынасын біліп алайық. Көш бастау қиын емес, қонатын жерде су болса. Қол бастау қиын емес, шабатын жерде жау болса. Шаршы топта сөз бастау қиын, шешімін таппас дау бар. Әйгілі Бұқар Жыраудың өлеңі. Енді оқушылар, көш бастау, қол бастау, сөз бастау. Бұл жерде бастау сөзі түрлі мағынада айтылып тұр. Мысал, көш бастау. Көш бастау дегеніміз, оқушылар, көштің басында жүру, бастап жүру көшті. Ал қол бастау дегеніміз, қалың қолды бастау, яғни қалың әскерді бастау деген мағынаны білдіреді. Сөз бастау, бұл бірінші болып бастап сөйлеу. Сөз бастау қиын. Енді оқушылар, бұл бастау, яғни көш бастау, қол бастау, сөз бастау деген бұның барлығы, оқушылар, бір істі бастау, яғни істің басын бастау деген мағынаны білдіреді екен. Біз бұл жерде бастау сөзінің түрлі мағынасы туралы айтып тұрмыз. Яғни түрлі мағынасы бар екен. Бұл жерде бастау, яғни қимылды білдіріп тұрған етістік екен. Енді мына суретке назар аударайық. Суреттен не көріп отырмыз? Бұл сурет сізге таныс па? Әрине таныс, бұл бұлақтың суреті екен. Бұлақ немесе бастау. Бастау бұл жер асты суларының жер бетіне шығатын көзі. Оны бұлақ деп те атайды.
Енді оқушылар оқулықты ашып, мәтінді оқып шығайық. Түсініп оқуға тырысайық. Оқып болғаннан кейін оқушылар мәтіннің тақырыбын және негізгі ойды білдіріп тұрған сөйлемді анықта. Мәтінмен жұмыс. Енді мына берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Райымбек Батыр туралы не білдің? Райымбек Батыр су көзі бар екенін неден аңғарды? Райымбек Батыр әскерлерін қалай жігерлендірді? Қалай күш берді? Әңгіме неліктен Райымбек бастауы деп аталады? Ал басқаша тағы қалай атауға болады? Қалай ойлайсыңыз? Ойланып көріңіз. Енді оқушылар, мәтінге сүйеніп, 4 жолды өлең құрастыр. Тірек сөздер: іздеді, сарбаздар, шаншылап, су шықты, батыр, қанды. Яғни, осы берілген сөздерді кірістіріп, 4 жолды өлең құрастыр. Келесі тапсырма: шығармашылық жұмыс. Суретке қара. Мәтінге сүйеніп, Райымбек Батырды сипатта. Оның іс-әрекетіне баға бер. Және мәтіннен бастау сөзіне қатысты тіркесті тауып, жазып ал. Енді оқушылар, сабағымыз мәресіне жетті деп ойлаймын. Бірінші орын алдым дегендеріңіз, маған сабақта бәрі түсінікті болды дегенді белгілейміз. Ал екінші орын алдым дегендеріңіз, кейбір кезде менің қолымнан келмеді. Кейбір нәрселерге түсінбедім дегенді белгілейміз. Ал үшінші орын алдым дегендеріңіз, маған бәрі қиын болды дегенді белгілеңіздер. Оқушылар, енді үйге тапсырма. Осы берілген тапсырмалардың барлығын орындап, мәтінді жақсылап оқып келейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.